Залдағы көп адамдар осында басым көпшілігі мамасына барып, мамасының аяғын жуамайды. Тізесіне басын қойып, мамау, мен сені сағындым ғой деп, бетінен сүйіп, мойнынан иіскей алмайды. Перестік болып кеткен ғой же. Жаным деп айтамыз ғой. Жаным деп айтамаймыз мамамызға. Представляете? Особенно жігіттер қызына, әйелі болса уважение айту керек. Әйел емес әлі қызына жаным деп айтады да, бірақ анасына айта алмайды ғой. Анасына айта алмайды. Даже әйелдер де күйеуіне айтады, баласына айтады, жігітіне айтады, еркелейді, жаны деп ше. Бірақ әкесіне, шешесіне олай істей алмайды да. Біз всегда хотим для своих родителей быть взрослыми. Показать, что мы ответственные, там, крутые. Но вы понимаете, сколько это напряжение дает им.